Сәлем барлықтарыңызға. Кез келген қонақты ұялмай күтіп шығарып салатын французский салатты енді осылай түрлі түсте етіп жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Ол үшін бірінші піскен қызылшаны осылай әдемі етіп турап аламыз. Турап алған қызылшамызды бөлек бір ыдысқа салып, бір ас қасықта зайтун май қосып, немесе кез келген сұйық майды қосып, осылай жақсылап бірінші араластырып қойсаңыздар, майонез қосқан кезде салат әдемі болып, тал-тал болып тұратын болады. Осылайша енді пісіріп алған етті осыны әдемілеп турап аламыз. Турап алған соң бірінен кейін бірін бағана қызылшаның үстіне сала берсеңіздер болады. Алдын ала пісіріп алған жұмыртқаны 4 жұмыртқа қостым. Турап аламыз. Келесі кезекте 40 қабаттың 4-тен 1 бөлігін майдалап турап аламыз. Мен нақты бір өлшеп жасаған жоқпын, көз мөлшерімен алдым 40 қабатты. Ең бастысы 40 қабатты осылай әдемілеп турап алған соң бөлек бір ыдысқа салып, тұз сеуіп, оны қолымызбен жақсылап осылай бір араластырып, езгілап алатын боламыз. Сол кезде әдемі болып шығады. Енді қиярды мен үлкен бір қиярды қолдандым. Кішілеу болса 2-3 қосыңыздар. Барлық өнімдерді турап алдық. Енді үстіне горох қосамыз, картошка пай қосамыз, майонез қосамыз. Аздап қана тұз қосуды ұмытпаңыздар. Ана капустаға да тұз қостық, соны еске алыңыздар, қатты тұзды болып кетпесін. Көз мөлшерімен аздап қана қосып, жақсылап араластырамыз. Тойымды әрі витаминге толы осындай күш-қуат беретін керемет қыстық салат десек те болады бұны. Жасап көріңіздер, қараңыздар. Кез келген қонақты ұялмай күтетін осындай керемет салатымыз дайын. Ас болсын.